Сәлеметсің бе, бірінші сынып оқушысы? Сенімен бүгінгі математика сабағының мұғалімі Файзолла Бауыржан Дәуренұлы. Өзіңмен бүгінгі сабақта кездескеніме қуаныштымын. Бүгінгі математика сабағының тақырыбы масса, өлшеу және салыстыру. Тақырыпты дәптеріңе жазып алсаң болады. Және де бұл тақырып сенің кітабыңның 120 және 121 беттерінде берілген. Бүгінгі сабақта сен заттардың массасын анықтау және салыстыру нәтижесін тең, артық және кем таңбаларын қолданып жазу, шамалармен қосу және азайту амалдарын орындауды меңгересің. Сабағымызды әдеттегідей қайталау тапсырмасынан бастайық. Дұрыс және дұрыс емес тұжырымдарды анықта. Санды теңсіздіктерді қолдан. Піл керіктен ұзын, түйеқұс пілден қысқа. Керіктің ұзындығы 40 дециметр, түйеқұстың ұзындығы 20 дециметр, ал пілдің ұзындығы 30 дециметр. Қай тұжырым дұрыс, қай тұжырым дұрыс емес? Ойлан, уақыт кетті. Жауабыңды тексерейік. Піл керіктен ұзын. Дұрыс емес, өйткені 30 дециметр кем 40 дециметрден. Түйеқұс пілден қысқа. Дұрыс, өйткені 20 дециметр кем 30 дециметрден. Өзімізді тағы да сынап көрейік. Қоян тиіннен ұзын, тиін кірпіден қысқа. Қоянның ұзындығы 6 дециметр, тиіннің ұзындығы 20 сантиметр, ал кірпінің ұзындығы 2 дециметр. Қай тұжырым дұрыс, қай тұжырым бұрыс? Жауабыңды тексер. Қоян тиіннен ұзын. Дұрыс, өйткені 6 дециметр 20 сантиметрге тең. Тиін кірпіден қысқа. Дұрыс емес, өйткені 20 сантиметр тең 2 дециметрге. Алдыңғы сабақтан білетініңдей 1 дециметр 10 сантиметрге тең. Ал енді мына тұжырымдаманы тексеріп көрейік. Қоян түлкіден ауыр, кірпі қояннан жеңіл. Бұл тұжырымдаманы тексере аламыз ба? Және де ол үшін не істеу керек? Әрине, бұлардың қайсысы ауыр, қайсысы жеңіл екенін анықтау үшін біз олардың массасын табуымыз қажет. Сондықтан да заттарды массасы бойынша салыстыру үшін өлшем нәтижесін білуіміз керек. Массаның өлшем бірлігі килограмм, қысқаша кг деп жазылады. Бұл ережені есіңе сақтап ал. Мына тұжырымдамаларды тексер. Қоян түлкіден ауыр, кірпі қояннан жеңіл. Қоянның массасы 4 килограмм, ал түлкінің массасы 8 килограмм. Кірпінің массасы 1 килограмм. Осы тұжырымдамаларды зерттеп, дұрыс бұрыстығын анықтауың қажет. Жауаптарымызды тексерейік. Қоян түлкіден ауыр. Тұжырым дұрыс емес, себебі 4 килограмм кем 8 килограммнан. Кірпі қояннан жеңіл. Тұжырым дұрыс, себебі 1 килограмм кем 4 килограммнан. Егер жауаптарың осындай дұрыс болса, келесі тапсырмаға көшейік. Ал енді келесі тапсырмамызға назар аударайық. Массаны өлшеуге арналған құралдарды тап. Оларды қолданған уақытына қарай ретімен орналастыр. Әрбір құралдың өзінің жеке номері берілген. Өзіміздің жауаптарымызды тексерейік.
Қолданылған таразылар ерте заманғы таразылардан бастап қазіргі заманғы таразыларға дейін берілген. Ал қалған құралдар болса, заттың массасын өлшеуге арналмаған. Егер сен білетін болсан, таразылардың бірнеше түрі болады екен. Олар еденге қоятын таразылар, үстел үстіне қоятын таразылар және рычагты таразылар. Біз таразыларды не үшін қолданамыз? Дұрыс, заттың массасын анықтау үшін. Ұмытпай, есіңе сақтап ал. Келесі тапсырманы орындайық. Бір жәшікте 12 килограмм, ал екіншісінде 10 килограмм алма бар. Қай жәшіктегі алманың массасы кем? Қаншаға кем? Сандық теңсіздікті құрастыр. Неше теңсіздік құрастыра алады екенсің? Уақыт кетті. Өзіңді тексер. 10 килограмм кем 12 килограммнан. 12 килограмм артық 10 килограммнан. Қай жәшіктегі алманың массасы кем? Дұрыс. Бірінші жәшіктегі алманың массасы екінші жәшіктегі алманың массасынан 2 килограммға кем. Қандай да бір заттардың массасын анықтау үшін үлкен саннан кіші санды азайтуымыз керек. Бәрекелді. Келесі тапсырмаға көшейік. Өз бетінше салыстыру жұмысын орында. Бұл тапсырманы өз дәптеріңе жазып алсаң болады. Немесе бірінші және екінші жақтағы таңбаларды өзіңе түртіп алуың жеткілікті. Бір затқа назар аудар. Салыстыру жұмысын орындамас бұрын сол жақтағы және оң жақтағы өрнектердің мәнін тауып алу керектігін ұмытпа. Жауаптарыңды тексерейік. 20 килограмм артық 10 килограммнан. 10 килограмм кем 10 килограмм мен 2 килограммның қосындысынан. Себебі екінші жағдайдағы қосындының мәні 12 килограммға тең. 20 килограмм қосылған 4 килограмм тең болады 20 килограмм қосу 2 килограмм қосу 2 килограмм. Егер назар аударатын болсақ, екі жағдайда да 24 килограммнан шығып тұр. 10 килограмм азайту 5 килограмм, кем 5 килограмм қосылған 3 килограмм. Сол жақтында, оң жақтында мәндеріне назар аудар. Бәрекелді, сен өз бетіңше салыстыру жұмысын орындап бітірдің. Біз бұл тапсырмада заттардың массасын анықтауымыз қажет. Қант неше килограмм? Таразының тең екеніне назар аудар. Және кіртасында қандай көрсеткіш көрсетілген? Өзіңе түртіп алсаң болады. 10 неше килограмм? Таразының бір жақ басында бір қалта ұн және 2 қант тұр. Қауын неше килограмм? Таразымыз тең. Таразының бір жақ басында қауын, екінші жағында бір ұн мен бір қант тұр. Ойлан. Анықтадың ба? Онда жауабыңды тексерейік. Қант 1 килограмм. Себебі ол 1 килограммдық кіртасына тең болып тұр. Ұн 2 килограмм. Себебі таразының екінші жақ басында 1 килограммдық 2 қант қалташасы тұр. Ал қауынымыз 3 келі. Себебі таразының бір жақ басында 2 килограммдық ұн мен 1 килограммдық ұнның қалташасы тұр. 2 килограмм мен 1 килограммның қосындысының мәні 3 килограммға тең. Бәрекелді. Берілген тапсырманы орындайық. Қағаз қапшыққа 4 килограмм зат сияды. Сен оған не салатын едің? Жоғарыда көрсетілген азық-түліктерді қарап, 4 килограммдық қағаз қапшыққа не салатыныңды анықта. Бұл сұрақтың жауабы бірнеше нұсқадан тұруы мүмкін. Ойлан,
барлық жағдаятты қарастыруға тырыс. Сенің нұсқаларыңды тексерейік. 4 килограммдық қағаз қапшыққа 4 қант қалташасын салуға болады екен. Себебі 1 килограммнан 4-еуі 4 килограммды құрайды. Екінші нұсқа. 2 килограммдық 2 ұн қалташасын салуға болады. Себебі 2 килограмм қосылған 2 килограмм тең болады 4 килограмм. Үшінші нұсқа. 1 ұн қалташасы мен 2 қант қалташасын салуға болады. Себебі 2 килограмм қосылған 1 килограмм, бұл бізде 3 килограмм, қосылған тағы да 1 килограмм тең болады 4 килограмм. Және де төртінші нұсқа. 3 килограмм қосу 1 килограмм тең болады 4 килограмм. Сенің нұсқаларының барлығы дұрыс. Жарайсың. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақты қорытындылау үшін өз-өзіңді бағала. Ол үшін мына берілген дескрипторды қолдан. Өзің дұрыс деп санайтын жерге белгіңді қой. Заттардың массасын өлшеп салыстыра аламын. Салыстыру нәтижесіне сәйкес таңбаларды қоямын. Шамалар мен амалдарды орындай аламын. Егер өзіңді бағалап болсан, сабағымызды аяқтауға тура келеді. Бүгінгі менің сабағыма қатысқаныңа рахмет. Сенің өзіңе сенімді екеніңе күмәнім жоқ. Біліміңді шыңдап, жетістіктерге жете бер. Сау бол.